Химияда қабылданған жалпы ережеге сәйкес, зарядтың көршілес бір атомдардың біреуінде жиналуы бөлшектің химиялық тұрақтылығы төмен болуына әкеледі. Алайда, бірден артық атомдардың зарядының делокализациясы немесе оның ішінара бейтараптануы берілген бөлшектің тұрақтылығы одан да жоғары болуына әкеледі. Осы ережені карб катиондар мысалында қарастырайық. Метил карб катионы жағдайында оң заряд жалғыз көміртек атомның айналасында жинақталады. Сондықтан бұл карб катион тұрақсыз. Біріншілік этил карб катионы метил карб катионымен салыстырғанда тұрақтырақ. Себебі оның оң заряды көміртектің екі атомына жинақталады. Екіншілік изопропил карб катионы одан да тұрақтырақ. Себебі оның оң заряды көміртектің 3 атомда жинақталады. Ең тұрақтысы үшіншілік трет-бутил карб катиондар. Онда оң заряд кем дегенде көміртектің 4 атомында делокализацияланады. Сондай-ақ кейін қосылған метил топтары карб катиондардың тиімді зарядын төмендетеді. Себебі олардың әрқайсысы әлсіз электрон донорлық қасиетке ие.